Сәлем достар, есім Маяулым. Каналыма қош келдіңіздер. Видео ұнап жатса, пікір қалдырып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын медовик тортымен бөлісетін боламын. Бұл торттың ерекшелігі креміне мүлдем сливке қоспай-ақ үй жағдайында өздеріңіз қолданатын заттармен жасалатын торт. Бұл тортты отбасыларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызда бірден еритін өте тәтті әрі жылдам жасалатын торттардың бір түрі. Бұл медовик тортын жасау үшін бізге отқа төзімді табамызға майымызды саламыз. Майымызды салып ерітеміз. Майдың үстіне қантымызды да салып жақсылап ерітіп аламыз, араластырып. Өте қатты ерітудің керегі жоқ, өйткені табақ қызып күйіп кетуі мүмкін. Жай ғана ерігенше, және осы майлардың үстіне 2 ас қасық медовик балымызды салып ерітіп аламыз. Жақсылап араластырамыз. Осылардың үстіне 2 кішкентай қасық сода салсаңыздар, көлемі өзгеріп, ақ түске еленетін болады. Осылай араластырамыз және суығанша араластырып отырамыз. Осылай суығаннан кейін жұмыртқаларымызды, 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап барлығын араластырғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды аз-аздан саламыз. Бәрін бірден салмайсыздар, аз-аздан осылай салып араластырып отырасыздар. Если қасықпен араластырғанда ыңғайсыз болса, қолдың көмегімен арғай жасасаңыздар болады. Осылай қатты ұн себудің де керегі жоқ, қатты құрғақ болып кетеді. Қолға жабыспайтындай ғана болса болғаны. Осылай қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеп аласыздар. Осылай теста жасағаннан кейін бұл тесталарды 7 немесе 8 бөлікке бөліп аласыздар. Мен өзіме ыңғайлы 7 бөлікке бөлдім. 7 бөлік шықты менде. Осылай дөңгелектетіп, біраз уақытқа қойып қоясыздар. Тесталарыңызды осылай дөңгелектетіп қойып қоясыздар. Мен сразу қағазға жайып алдым, чтобы пешке салғанда оңай болсын деп жабыспауы үшін. Осылай көмегімен дөңгелек етіп жайып аласыздар. Қатты жұқа қылмай, қатты қалың да қылмай, осылай ортанша етіп жайып аласыздар. Менде дөңгелек кесетін болмағандықтан мен осындай затпен дөңгелек етіп кесіп алдым. Сіздерде өздеріңіздің қалағандай формаларыңызды кесіп алсаңыздар болады. Дәл осы уақытта пештеріңізді қыздырып қойсаңыздар болады. 180 градуста көп те піспейді. Бір 5-6 минуттың ішінде қызарып өзі пісетін болады. Біздің коржықтарымыз дайын болғанша осындай жылы кремін дайындап аламыз. Сүттің үстіне қантымызды саламыз. Қантымызды салып жақсылап араластырып аламыз. 3 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Если кукурузный крахмал болмаса, онымен алмастырсаңыздар болады. Осылай барлығын салып жақсылап араластырып аласыздар. Және бұлардың үстіне 2 жұмыртқаларыңызды саласыздар. 2 жұмыртқаларыңызды салып жақсылап араластырасыздар. Ешқандай қатпар қалмауы керек. Ішінде өсіп жақсылап араластырасыздар. Осындай светке шыққанға дейін араластырып аласыздар. Осы уақытта газдарыңызға сүттеріңізді қойып, қатты қайнаған сүт емес, қатты суық сүт емес, жолыраман сүттің үстіне осы жаңағы жасалған сүттеріңізді қосып, 10-15 минуттай жақсылап араластырып отырасыздар. Осылай мезгілсіз араластырасыздар. Сонда осындай қою крем секілді болып шығады. Және осының үстіне кішігірім майларыңызды салып, тағы да 5-7 минуттай араластырасыздар. Осындай крем сияқты болып шығады. Мінекей кремдеріңіз осымен дайын. Осыны бөлек ыдысқа салып, бетін салафанмен жауып, холодильникке 1 сағатқа, 1,5 сағатқа қойып қоясыздар. Мінекей осындай болып шығады. Холодильниктеріңізге салып, содан кейін қолдана берсеңіздер болады. Бұл тек қана медовикке емес, Наполеон торттарыңызға да қолдана берсеңіздер болады. Мінекей біздің коржықтарымыз дайын.
Енді осылардың бәрін жинауға кірісетін боламыз. Біздің жаңағы холодильниктегі креміміз дәл осындай болып шығады. Осылай астына сәл ғана кремімізді жағып, үстіне кремдерімізді жағып, 2 қасық болмаса 3 қасық салып, осылайынан жан-жағына жағып шығасыздар. Үстіне қойып, барлығын біркелкетіп қойып шығасыздар. Мінекей біздің домашний медовик тортымыз дайын болды. Жан-жағында сәндеулеріңізге болады, мен сәндемедім. Уже біз дәмін көріп, дәмін бағасын беріп тастадық. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, ауызда бірден еритін бал тортымыз біздің. Сіздер де отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған аяулым. Каналыма да басқа да видеолар шыққан, рецептер шыққан, соларды көріп, баға беріп кетіңіздер. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.